Білесіздер, Алланың үйінің киелілігі бар. Алла өзі сақтайтындығы. Бір киелілігі піл уақиғасы. Каабаны қалай қылды? Абраха деген залым патша келіп, пілменен басам дегенде, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның аталары не деді? Бұл Алланың үйі, оның қорғаушысы бар деді. Өйткені өзінің шамасы жоқ қой. Алла Құдай қорғады. Сол сияқты мына Алланың үйінің де қорғаушысы бар. Ойламаңыз, сіз оңай нәрсе емес бұл. Ойламаңыз, сіз құрметсіздік қылу нәрсесі бұл оңай деп. Бұл Алланың үйі бұл. Бұл оңайлықпен кетпейді. Алла Құдайдың алдында сұралады бұл нәрсе. Бұл Алланың үйіне кірген адам мысықтай кіру керек, мысықтай шығу керек. Бір мысал айтайын, өмірде болған уақиға. Мына Қарқаралы деген жерде орыстың ақ патшасы 5 шіркеу салдырады. Одан мақсат қазақты шоқындырсам дейді. Шоқындырсам дейді. Сол заманда Құнанбай сынды тағы да 2-3 би болады. Солардың басы қосылып отырып сөйлеседі. Не істесек болады бұны? Патшаға қарсы шығамайды. Әскерде жоқ ондай. Мешіт салайық деп Құнанбай мешіт салады. Әлі бар соның мешіті. Құнанбай мешіт салады. Қазір сол Құнанбайдың мешіті барда тұрды әлі. Анау 5 шіркеу жоқ. Қай жерде екенін де білмейді халық. Қарсаңызшы. 5 шіркеу жоқ түбі. Сол бір мешіттің қызметі қандай болған, Халыққа нұр берген қызмет қой ол. Халыққа нұр болған. Шырақ болған. Ана алай дүлей теңізде маяк болып тұрған мешіт қой, тура жолды көрсетіп. Сол мешітті Қызыл патшаның заманында біздің қазақ ақымақтар құртамыз дейді. Сөйтіп төбесіне бір ақымақ шығып, ана айды алам дейді. Сөйтіп төбесіндегі айды итеріп жүріп, өзі аймен бірге құлап өледі біріншісі. Төбеден құлайды. Оны көріп тұр адамдар. Сонда да бұйрық береді, ана жақ дейді болмаса құртамағасын. Содан жан-жағындағы шарбақтарын, жыңғылды, анау-мынауды, отынды алып келіп, жағам деп жатып, бір адам өзі жаны өледі сол жерде. Мешіт жанбай қалады. Содан кейін қашып кетеді аналар. Бұл осындай нәрсе, бауырлар. Аллах үшін салынған мешіт осындай болады.